қадамдары дұрыс болу керек. Сіздерге енді ана алматтар болып жатқандай керек па? Сіз онда батылдығыңызды етіп қолға алсаңызшы. Былай істейікші. Еден айтпай-ақ қойыңыз, мен сізді сыйлап тұрмын. Едеген жоқ, айтпау кешіресіз, иә. Ол шықпаған шығар. Енді жаңа айтып отырсыз ғой. Енді кешіккеніне наразылық нетіп жатқан шығарсыздар. Жаңа артын тосайық деп, сол жерде кешікті. Алдын ала неге халыққа айтпайсың? Айттық қой кеше. Кімге? Қош есің қой. Қош есің. Былай тұрың. Сол. Неге тұресің? Провокация жасамаңыз. Арандатыңызшы. Біз осы жерге мынандай провокация болмасын деп келіп тұрмыз. Сіз әкімсіз. Өйткені бұл қалада, жоқ, қазір тұра тұрыңдар. Бұл қалада ешқандай тәртіп бұзылушылық болмау керек. Сізбен біз бірге болуымыз керек. Біз бір тұтас қазақпыз. Бір қазақ мемлекетінде өмір сүріп жатырмыз. Неге дейсіз ғой? Қараймыз, ана жақта не болып жатыр? Ондайға біз сіздер апармау керек. Сіздер дәл қазірдағы көшеге шығып, мына халықтың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін, соны айту үшін ғана келіп тұрмыз. Бізбен бірге болыңыздар. Біз міне 60-қа келдім, ата жасқа келдім. Мен өзімді ақмақ санамаймын, сізді ақмақ санамаймын. Біз бірақ тұтас қазақпыз. Соны түсінулеріңіз керек. Бауыржан атаңыз не деп айтты? Тәртіпке бағынған құл болмас деді. Біз соны қазір істеуіміз керек. Бізге маған менің мемлекетімнің қала қалды, менің балаларым болашағы керек. Мен дәл қазіргідей жағдайда ешқандай да өмір сүре алмаймын. Сіздер ойламаңыздар, билік біздің қолда деп. Билік сіздердің қолдарыңызда емес, сіздер орындаушы ғана. Билік мына халықтың қолында. Ол ата заңда жазылған. Сондықтан сіздерден өтініш, мына келе жатқан халықтың провокация жасамаңыздар жаңағындай. Ондай деген болмасын. Керісінше, салиқалы елдің адамы ұқсап, жоғарыдан бір мезгілде, бір мезетте барайық, айтайық, дауысымызды жеткізейік. Біз де адамбыз, біз де халықпыз. 86-та Алматыда болғанда тиын жарысынан артығы осы Семейдікі болған. Сондықтан мен сіздерден өтінем, қазір барайық та халықтың алдынан шығайық. Бәрін жасаңыздар. Ешқандай провокация бүлік керек жоқ бізге. Қараңыз, осы жерге кеше келістік жиналамыз. Сондықтан мен осы жерге келдім. Дұрыс. Сағат 3-те жиналамыз деген. Кімді шақырдыңыз? Кешіріңіз, кімді шақырдыңыз? Біз білмейміз. Бізге қазір болған жатқан дүниені алдын алу керек бізге мәселе. Қазір айтып алайын азаматтар. Кеше осында 30-40 адам келді алаңға. Содан кейін солармен сөйлесіп, олар өздерінің жаңағы ұсыныстарын берді бізге. 14 жаңағы баптан тұратын. Бүгінге кездесу сұрады. Содан кейін сол кісілерге айттық, кездесу бүгін сағат 3-те осы жерде өткізейік. Ол кісілер айтқан болатын, осы далада тұрғанша мынарада жаңағы бір отырып дұрыстап сөйлесек сіздер. Жақсы, соны қабылдады. Келе жатыр қазір. Керісінше, бәрі айтты, далада кездесейік деді. Мен енді өзімнің естіген құлағымен естігенімді. Ағай, рұқсат болса. Құлағымен естігенімді айтты. Мені айтқанда сағат, кешіріңіздер, сөздеріңізді бөлсек, кеше сағат кешке 11-12 кезінде біз жаңағы Семейдің бір топ ақындары осы арада жарысып отыр. Жазушы қыз жігіттері площадьқа келдік, әкіммен жолықтық, зам әкім Айдар да осы арада болды. Одан кейін полицияның бастығы да болды. Бірнеше адамдар бізге не үшін келгенімізді сұрады. Біз видео үндеуімізді жасадық. Елімізде қымбатшылық бар екені рас, бензин қымбаттағаны рас, азық-түлік қымбаттағаны рас, Семейдің жағдайы өте төмен екені рас, Восточный, Бавровка, небір қарапайым кісілер тұрады, сол сияқты өзіміздің талабымызды айттық. Бірақ басқа жақта болып жатқан, Алматыда, Маңғыстауда, басқа жақта болып жатқан провокацияға ермейік, арандатушылықтан аулақ болайық. Машинаны төңкеріп жатыр, гаишниктардың машинасын, ол өзіміздің халықтың ақшасын алынған машина налогқа салынған. Жақсы. Міне, мынандай ұсыныс, оны қазір езіп, анау-мынау керек емес. Ол бұлай да ұғынықты. Бәрі бычыт болып жатыр. Мен турасынан айтамын. Билік дірілдеп тұр қазір. Не істейтін білмей тұр. Ол міне, биохимическая реакция басында не істейтін, былай істейіп па, былай істейіп па. Сондықтан қазір қолға алу керек.
жан жақта кісілер міне 500 адамдар міне жиналып жатыр. Қазір келіп оларды дұрыс бағытқа апару керек. Қазір сіз, мен біздің ұсыныс осындай. Міне ана микрофон, нелерді бәрін ана алаңға орнатыңыздар. Сол жерде сөйлесейік, халықты дұрыс бағытқа апарайық. Қазір Құдай сақтасын. Бірде болып кеткен. Мынау жаңағы тұрған ана полиция көмектеседі дейсіңіздер ме? Құдай сақтасын. Күтіп отырмыз. Міне, қазір Майра апай. Бір спышка жетіп жатыр қазір. Біреу тас лақтырып қалса бітті. Сізге бағынады ма полицияның бастығы? Прокурор бағынады ма? Бағынбайды ма? Сіз міне, мен өзім заңгермін. Қазақстан заңнамасына сәйкес сіз президенттің осы неде уәкілісіңіз. Сіздің бәр тіліңізді алу керек. Абылай олар қазір міне өз нелерімен сізді құртады. Міне, әжеге алып келген, немене бұл жерде террористер тұрады ма? 350 адам террорист па? Ана неменеге сол ана кімдерді алып келген? Жаңа балалармен сөйлесіп тұрсақ, қарындары ашып, байқұстар тұр неде далада. Ана неменеге алып келген сумен ататынды? Чрезвычайное положение. Вот ертең Құдай сақтасын, міне Алматыда болып жатқан міне көбін білмейді. Міне Алматыда болып жатқан, ол мен өзім білем. Менде сонда ағайындарым тұрады. Қызметте жүрген. Мысалы, анам бәрін арандатушы, ол Ресейден келген арандатушылар. Ана істеген Алматыдағы төңгеріп. Соларға біздің арнайы нелер полиция түк істей алмай жүр екен. Жай былай боғаттап тастайды дейді, бір группаны болды. Абылай қолдарын бұрап шықайда әкете алмай жүр дейді. Міне, сон әлі жаққа неге Ресейге қарап отыр. Ол қазір міне, осы не алып кетеді басқа жаққа. Мен сізге айтын, өзіңіз шеше алсаңыз, өзіңіз шешеңіз. Не Астанаға айтыңыз, мен осылай қазір ұйымдастырамын. Далада осылай болу керек деп. Өйткені қазір онда полиция біреу төкте көмектесе алмайды деймін. Мен сіздерді түсінбеймін. Бұл жердің 500 адам тұр. Қазір олар міне. Ол халықпен сөйлесу керек. Мына жерде кім халық? Халықпен сөйлесу. Кім қарсы? Нұр отаны отырады. Кім қарсы? Мен сізге айтып отырмын. Біздің Ұйымдастырамасыңыз ба? Ұйымдастырамасыңыз ба? Далаға. Мен айтып отырмын ғой, міне. площадьқа митинг. Громко говорить, ждали больше полугода. Вы не могли найти время. Именно в этот день, когда по всей стране идет такой момент, вы здесь решили собраться в ограниченном круге. Ограниченном круге. Почему вас нету с народом? Где? Подождите, народные я избранники. Не в ограниченном круге. Подождите, мы вас больше полугода ждали. 500 адам шақырды. 500 адам. Мен 500 адам ба? Далада мың, ана жақта 500 жиналған, ана жақта 700 адам жиналған. Бірақ жерде 500 адам. Ол кісі міне, олар забылып тұр ғой қазір. Бәрінде міне, сөйлестік. Дөңгелек үстел жасайды. Жасалды ма? Бәрінен қорқасың. Ол сөз айтылды, айтылды. Дөңгелек үстел туралы айтылды. Шын ба? Шын. Сөзді тұрады деп айтты. Говорили, уже больше полугода. Жақсы. Қазір мен мына қаншама сөз айтып тұрғанда ана жақтан қоңырау соғып отыр. Қазір ана жақта бірдеңке болып кетсе, сіз жауап бересіздер. Сол жаққа барайық айтып. Мен бәріне де жауап беремін. Сондықтан ұйымдастыру керек. Немене болды ана? Осында керек. Сол жақта тұрмын? Сіздер, міне, общественностьтеріңіздерде бізге даже қоңырау соққан жоқсыздар, осылай болады деп. Шақырған жоқсыздар. Что? Может, выйдем к народу? А кто против выйти народу? Нет, Я вот только давайте. пришел, я слушаю вас. Вот, знаете, я предлагаю, давайте не будем тратить время. Первое, выйдем к людям, потому что люди важнее. Мы пришли вам помочь, понимаете? Что Маслихат, что Акимат, мы пришли вам помочь. Первое, к людям надо выйти. Второе, нужно убрать войска, понимаете? Нету здесь неадекватных. Второе, дайте обещание, что вы никого не будете арестовывать без повода, понимаете? Всех, кто вышел, сейчас начнутся за ними слежки, кто такой, где живет. Вот 3 пока требования. Давайте выслушаем своих людей. Это правда уже накипело, это настолько собралось, что завтра вы это не потушите, понимаете? Пожалуйста, давайте выйдем к людям, вот нормально, культурно там поговорим. Здесь получается мы вот в зале, вот кучка. Депутаты, где депутаты? Пусть депутаты со своими избирателями тоже занимаются, в своих округах пусть. Вот депутаты, у нас депутаты вообще не работают. В своих округах вообще не знаем, не видим их. Ну а что
пусть немного напрягутся. Жоқ, ол дұрыс айтады. Ол депутаттар да ойлансын, біздің дауысымызды. Нет, мы не делимся. Давайте не будем делиться. Болмайды ол. Ұрлық түбі қорлық ол. Депутат болып сайланды ма, олар жұмыс істеу керек. Вот именно бүгін олар жұмыс істеу керек. Барлық жерде солармен бірге болу керек. Өйткені оларды сол халық сайлаған. Для города, для страны опасно. Давайте это Ол депутаттар ғана отыр кучка болып. Ешқайда қозғалмайды, халықтың жанына бармайды. Мемлекетке қауіпті. Ол жана толпаның жанында жүру керек депутаттар. Халық сақтап қалайық, жүріңдер, кеттік. Давайте к народу будем. Сейчас, подожди. Мына сіздердің депутаттарыңыз қазір именно халықтың жанында жүру керек. А ол қазір ана жерде кучка отыр. Неме істеп отыр қазір ол? машины. Халықпен бірге жүру керек. Оларды халық сайлады, халық. Тұрайық үлкен. Міне сіздер үлкен азаматсыздар ғой, міне келіп тұрсыз бірдеңе шешіп те барып алдынан шығарса. Провокацияға жібермеу керек. Қандай да жағдай болсын жібермеу керек. Сол бізге сабыр емес, сабыр керек екен, соны қашан түсіндіріп отырмыз ғой. Сабыр етіңіз. Полиция жүру керек. Бірақ бұлай тұрмау керек. Бұлар анау жақта жай тұру керек. Окружили площадь. Атасын басы бар. Дірдектеп ана алғанда нені су шашатынды алып келген. Жоқ, анау жайқұстар аяқ қолдары дірілдеп тұр ғой. Сондықтан Қазаны су шашатын мұсашымен қосып кетеді. Так не понял, а что они делают? А чем защищают? су шашатынды алып тастау керек. Атасын Пускай баспана полиция не стоит, тұрған. смотрит за правопорядком. Семейде Нацгвардия 350 террорист тұрады. Если что-то произойдет, на Нацгвардию пускай Енді Құдай готовится. сақтасын, иә, соғыс басталсыншы көрейін осы батырларды. Бәрі қашып кетеді, иә, соны айтамын. Жоқ, мен полицияны айтамын, полициясын бәрімен билігімен бірге. Полиция ол армия емес. Әзімхан, міне өзіңе де айтамын. Ертең Құдай сақтасын бірдеңе басталсын әне. Не көреміз, жақсы. И вот так провоцировать людей не надо. Ағайындар, Мен өз семейде туған, өскен біледі, біз айтамын бірге өскенбіз. Сабыр сақтайық та халыққа шығайық. Ана жерде қазір 500 адамды ұстай алмай қаламыз. Шығайық. Бізді сол 500 адамды бірталай тыңдаймыз. Сіздерді тыңдамайды. Қаладан Семейде теріс жоқ. Неге? Газ жоқ. Сол газды баяғыдан ойлауларыңыз керек қой. Газ неге тарту керек деп бізге. Жүріңдер кетті. Хорошо, Уақыт өтіп барайық алдына. Қайталата хабарласып жатырмыз. ұйымдастырсын. Ұйымдастырсын. Сабыр етіңіздерші. Енді айтады ғой, Бірінші, шөлмек мың мұсылбайды бір Мен мұсылбайды. бәрін түсінемін. 70 жыл сабыр 14-45 елімізде 30 жыл сабыр Қордалап қалған мәселе ғой. Соның бәрін шешуін Вот именно шығару 30 керек. жылда шіріп қалған нәрсе. Соны да шығып жатыр. Мына жерден Баяғыдан айтып жүрген нәрсе. келмейді ғой ол. Біз алла емеспіз, біз тірі пендеміз. Мен сіздің сабыр істеп тұрған жоқпын. Қазір аға борышын секілді бәріміз көріп отырмыз ғой. Бәріміз көріп отырмыз. Менің ана жерде балаларым жүр, сіздің балаларыңыз жүр. Бұл үйден шығасың бір қадам, қоғам бұл. Түсіндіңіз ба? Ағайындарымыз, достарымыз. Мен тілімді қыштырмаңыз, иә. Сақал қойып алып, оның бәрі мен ойламай мұсылман деп. Мұсылман деген, мұсылман деген. Жеке басына мен сақал қойғандар деп айтып тұрмын. Олардың бәрі мұсылман емес. Мен жаңағы саясатта мен нем жоқ, Ағатай. білім жоқ. Саясатта үнің жоқ болса, тыныштырыңыз. Бірақ жаңағы бұл мәселе бойынша Білмесеңіз саясатты. Халықтың не болып отқанын білмесеңіз, онда тыныш тұру керек. Жаңа тұрған жоқпын. Жай Мен сіздің сабырлыққа сақалыңызға шақырмау керек. түспеймін. Сіздің міндетіңіз қандай? менің міндетім халыққа дұрыс бағыт көрсету. Вот, дұрыс бағыт көрсету керек сізге. Көзін айту керек. Міне, отырған билікте бәрі жеп жатыр ма, жеп жатқан жоқ па? Мен бәрін көріп Немене, міне, мысалы, жоқ, неге қорқасыңыз айтуға? Дариға Назарбаева бір күн, не Тимур сол, бір күн не етіп, не міне Әсемхан сияқты бизнесмен болды ма? Болған жоқ. Ол қайда ондай ақша? Алматыға жаңа өзі айтып отырсыз ғой, жаңа пропагандияға берілмеу керек. Ол басқа мәселе. Сен әкеліп саясатқа тығып қойды ғой. Яны жазайықшы, как положено. Қазір бір тентек алады ауыздан бір бірге бөлек. жазу керек. Халықпен бірге жазу керек. Депутат болсаңыз, депутат ретінде білуіңіз керек. Халықпен Бауырым, оны біз қашпаймыз халықтан. Өзім жақсы көріп мен комсомольскіні өскенбіз. маған бәрібір қайда өссін. Енді сабыр өзің сабыр етесің. Мен айтпай маған ондай әңгімелерді айтпай ақ қойыңыз. Айтпай ақ қойыңыз онда. Немене болатын болды? Әкім мырза айтып қалды.
Иә, айтпаңыз, міне. Билікті шеріп тұр міне, бәрі. Телефон сызақты бетіңізге айтам. Үкіметті айтып қойыңыз. Мен комсомольскийде өстім, анда өстім. Мен орталықта өстім. Ничего, мен саған артық не айтып тұрмын? Сол комсомольскийде өстім, батыр болып тұрсыз ба? Бұл жерде бір-біріне жеке мәселеңді Абай айтқан, ақсақал айтты, бай айтты. Жақсы сөйлеп тұрсың, молодец. Сол айтты. Ақылмен және білсеңіз. Адамға мәселесі емеспін, халықтың ұлттық мәселесі тұр бұл жерде. Екі адам мәселесі. Сондықтан провокация жасамаңыз. Мен саған провокация жасап отырмын. Бастан. Ол менің бала кезімнің досым. Оғынықты, ол кісі қазір Астанамен жатыр. Астана айтады, өй жындысың дей ойбай. Ол жақта бәрі қорқып отыр ғой, өй қой, шықпа ойбай. Артық сөйлемеңіз, артық сөйлемеңіз. Өлей жоқ. Артық сөйлемеңіз. Сөйлемеңіз артық. Не, так? Қазір сіз білмейсіз ғой. Жоқ, немене артық, немене артық. Немене артық? Сіз бір сөйлемеңіз сөйлеп тұрған. Елді мүлді сіз ойлайсыз. Сіз ойлайсыз. Біреуді, жоқ, балағаттадым. Неге сіз 60-қа келіп жас бала сияқты сөйлесіз. Қазір шешіледі мәселе, шешіледі. Мен шыны көрсетіп тұрмын. Шыдай тұрыңыз. Ол дәл солай. Дәл сіз айтқандай болмайды. Дәл сіз айтқаныңыздай болмайды. Қазір көреміз, площадьқа шығуға рұқсат берем екен, қазір көреміз. Сіздің айтыңыз. Ағайын, міне. Ол өйткені қорқады қазір. Қорқады шығуға площадь. Дұрыс па, дұрыс емес па? Полиция қорғау керек. Бізге мемлекет керек, ел керек. Басқа сұрақ қойып тұрмын. Неге ол біреуге тиісіп жатыр ма? Көріп жатсыз ғой, Алматы не болып жатыр, Ақтау не болып жатыр. Міне, кеше алды күні мен келдім. Сіз қазір 5 мың адамға жауап бересіз бе? Сен өзің ойла, біз қанша полицияңды. Семей қаласының әкімі халыққа ашық, әрқашан ашық. Әр жерде кездеседі. Тығылып отырған жоқ. Біз неше рет өтті ғой. Уәде берді. Қандай уәде? Дөңгелек үстел жасайық деген. Тамыз айында ол. Тамыз айында. Әскерін солардан қойған ғой. Халық кеткен алаңда бар ма? Міне, кімдер? Лейтенант білмейтін шығар, иә? Полиция бар, иә, МВД-да. Целесообразное использование личного состава в чрезвычайных ситуациях и т.д. и т.п. Міне. Никто против народа не собирается. Против народа никто не собирается. Аншама полицияны алып келу немене? Жарайды, бірең сарай мүмкін бір нелер болатын шығар, бұзықтар. Енді аншама келгеніміз ғой енді. Бірақ соның ішінде көбі болып жатыр ғой. Алматыда солай болып жатыр ғой. Алматыда басқа істеп білмейсіз деген жағдай. Алматыда 200 полицейский ауруханаға түсті. Осы сөздердің Оның бәрін алу керек оны. халықта ошаландырмай, өйткені кеше ұстай бастады. Себепсіз полициялар сіздерді ұстады. Біздің қаламызда. Дұрыс па? Қазір сізге видео көрсетейік па, қалай ұстап алып кеткенін? Жоқ, білесіз етіп тұрған жоқ. Дұрыс па? Себепсіз Вот себепсіз ұстаған адамдарды наказать етуге дайынсыздар ма? Біз видеосын көрсетсек, қалай машинеге салып сүйреп алып кеткенін. Ана техниканың бәрін алу керек. Өзге жындырғандай қылмау керек. Біз даруымыз керек, айтатынымызды айтуымыз керек, халқымызды қолдауымыз керек. Ең жоқ дегенде сол жерде тұрып алып, қалған халқымыздың амандығын. Ол қашан енді ол? Мен 60-ға келіп алып, жындымын мен неге қопарамын? Сіздер мына жерде тұрсыздар, неге қопарасыңдар? Біз бір тұтас екеніміз түсінетін уақытымыз болды ғой. Бәріміз қазақ. Bir hava, bir su ішіп атамыз бір. Сөз беремесіз, мен соны дәлелдеймін. Давайте, халыққа барайық. Халыққа кеттік. Как с какой целью? Там люди. Кто такие?